Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай джинсы шалбарын қысқартатын боламыз. Бұл жолдасымның шалбары. Осылай белгілеп алдым. Киілген күйінде қай жерге дейін дайын күйінде болу керек. Одан кейін біз жіп таңдаймыз. Көбінесе осындай джинсылардікі сарғыш немесе қоңыр жіппен тігіледі. Алдымен жаңағы белгіленген жерді оң жағына қаратып аламыз. Немесе теріс жағында аударсаңыз болады, бірақ барлық жерін аударып жатқанша осылай оң жағынан қысқартып аламыз. Жаңағы белгіленген жерден шамамен 4 сантиметр белгілеп аламыз. Екі қайтара бізге қайырған кезде 2-2 сантиметрдан сонда 4 сантиметр болады. Сол белгіленген жерді түзулеп осылай сызып аламыз. Енді мына жерде сабын қолдансаңыздар болады, немесе бор қолдансаңыздар болады. Маған өзіме осылай қаламмен жұмыс жасаған ыңғайлы. Енді бұл джинсыйдың түсі осындай қанық көк түс болғандықтан мен ручка қолдандым қалам. Егер ақ шалбар болатын болса, әрине онда сабын қолданамыз. Осылай бір жағын қиып алдық. Енді екінші жағын сол қиған бөлшекпен осылай өлшесеңіздер болады. Немесе жаңағы шалбардың ұзындығы бойынша да өлшеуге болады. Маған осылай ыңғайлы, осылай бірдей шығады. Мына жерде мен фломастер қолданып тұрмын. Фломастермен де сызсаңыздар болады. Өйткені ол сіздердің белгіленген жеріңізді сіз қиып тастайсыз. Сондықтан ол қатты маңызды емес. Мінекей осылай екінші балақтың шетін осылай қиып алып тастаймыз. Енді қазір тігін машинасында тігетін боламыз. Ең алдымен осының бір балағын аламыз. Бір жағын, яғни 2-2 сантиметрдан 2 қайтара бүгеміз. Ол жерін осындай булавкамен қадап қойсаңыз болады, түзу болу үшін. Осы жерден абайлаңыздар, өйткені мына жер қатты қалың болады, сондықтан ақырын отырып немесе жаңағы лапкасын көтере отырып өтіп кетсеңіздер болады. Ары қарай осылай 2-2 сантиметрдан қайыра отырып шетінен тіге бересіздер. Осындай қалың жерінен ақырын инені сынып кетпейтіндей лапкасын көтеріп жаңағы ақырын өтесіздер. Өйткені ол жерден тез өтеміз десеңіз, инені сынып кетеді. Ең соңында закрепка жасаймыз, яғни алдыға, артқа, алдыға жүреміз. Одан кейін осылай артық жіптерін барлығын қиып алып тастаймыз. Шалбардың екінші балағында тура осындай етіп 2-2 сантиметрдан бүге отыра тура жаңағыдай тігіп аламыз. Осылай айландыра отыра тігіп шығамыз. Үйіңізде осындай тігін машинасы болса, қол машина болса, осылай тез арада 5 минутта осылай тіге аласыз. Еш қиындығы жоқ. Енді осыны пармен үтіктеп шығамыз.
осылай тіге отыра сіздер өз ақшаларыңызды үнемдейсіз, уақыттарыңды үнемдейсіз. Себебі ательеге бару керек, өлшету керек, ол жерге ақша төлеу керек, одан кейін барып алып кету керек. Сондықтан осындай үш артық жұмыстан арыласыздар. Осылай үйден әр адам тіге алады деп ойлаймын. Бұған керемет бір тігінші болудың қажеті жоқ. Сондықтан сәттілік. Сіздерге бұл видео ұнаса, маған тіркеліп, комментарий жазып, лайк баса отырыңыздар.